Салам бәріне, бұл жерде Сузару. Мен бүгін сіздерге копирайтинг биржа Advego'дан қалай профессиональный фрилансер болмай ақша табуға болатынын көрсетемін. Және де сіздерден бір көмек, астында қызыл кнопканы басып тіркеліп, жанында колокольчик сыңғырлататынды басып, сосын лайк аямасаңыздар. Себебі бұл жерде өте көп ақпарат болады. Ғаламтордан қалай ақша табуға болатынын, депозит қай жақта сақтағаны дұрыс, криптовалюта алған дұрыс па, криптовалютаны алғанда пайдалары қандай. Ал әзірге кеттік Advego'ны көрейік. Мынау менің аккаунтым. Негізі ноутпен или компьютермен сәл удобно болады, но мен соткамен жасап жатырмын. Міне. Мынау менің аккаунтым. Ешқандай про аккаунт қосылмаған, ешқандай ештеңе сатып алмаған. Барлығы өзімнің таза шотым. Міне. Шот 221 рубль. Бұл жерде минимальный 500 рубль шығарасын. Сол үшін ендігі шығарған кезде көрсетемін. Ал қай жерге шығаруға болады? Kiwi кошелекқа шығаруға болады, Билайнға салуға болады, Теле2-ға салуға болады. Және де банковский картаға, Яндекс деньги, Вебманийға салуға болады. Ал енді мои работы. Мен істеген жұмыстарын алар. Әлі төленбеген екі-ақ жұмыс бар, төленбеген басқаларым бар, төленіп қойған. Мен заявкаларым, бүкіл жұмыстарым 25 жұмыс істеген осы уақытқа дейін. Осы уақытқа дейін болғанда 3 күнде күніне 5-6 ай ішінде уақытта кетпейді оғандар. Селфи істеу керек, еркектерге деген істеген 72 рубль берген. Айшин ссылкаға кіру керек. Кірген 5 рубль. Футболистке инстаграмда қосылу керек. Қосылған 7 рубль берген мені. Что-то оны аждайды дейді, әлі бермеген екен, то есть. Мені біреуге голос беру керек. Бірақ клик деп жазылды. Бергем, ақшасын берген. Но мен отказ бергем, тоже, то есть жасай алмайтынымды айтып. И мынау YouTube. Просто YouTube бір видеоны до конца көріп шық деген 30 рубль берген. До конца көріп шыққам 30 рубль берген. Сол сияқты. Ал қазір сіздерге поиск работы көрсетемін. Мына жерде поиск работы дейсіздер. Мына жерде таңдасаңыздар болады, мысалы міне. Копирайтинг, типа отзыв жазасыз, сондай нәрселер істейсіз. Социальный сет, сол тіркелу, көру, қарау деген сияқты. Фото, видео реклама, сіз видео түсіре алатын, фото жасай алатын опытыңыз болатын болса, осын таңдасаңыз болады. Өте көп ақша төлейді. Ал маған бәрібір все заказы деймін да, көрінген орындап кете беремін. Міне мысалы бір клик жасау керек. Взять работу, бір клик жасайсың, скриншот жібересің, болды. Қалай көріңіз да? Давайте. Міне. Жұмыс орындалды. 3 күн күтіңіз. 3 күн емес, негізі вебмастер көретін болса, заказ берген адам көретін болса, ол сразу 1 сағат ішінде де беріп түсуі мүмкін, 2 сағат ішінде де беріп түсуі мүмкін. Ал если вебмастер заказ беріп ұмытып кеткен болса, мысалы, либо болса Advego'ны өшіріп тастайтын болса, ол кісі бізге 3 күннен кейін по-любому ақшасын береді. Ол хоть қарап қабылдасын, қабылдамасын, біз өз ақшамызды аламыз. Ол сияқты поиск работы орындап кете бересіздер.